ішкі киім ережесі. Баланы жеке шекараларға қалай үйретуге болады? Ішкі киім ережелері немесе трусик ережелері. Ішкі киімнің астында киіммен жабылатын интимдік дене бөліктері орналасқан. Оларға ешкім қарамауы немесе қол тигізбеуі керек, тек ата-анасы мен дәрігерден басқа. Ерекше жағдайларда баланы кішкентайынан дұрыс терминологияға үйретіңіз. Вульва, қынап, пенис, ұма. Осы мақсатта бәрі қарапайым әрі түсінікті сөздермен, сызбалық суреттермен түсіндірілген тамаша балалар кітаптары бар. Ал жыныс мүшелеріне күлкілі немесе оғаш аттар қоюдың артында ұят сезімі жасырынып тұрады. Оны балалар жақсы сезінеді, және қауіпті жағдайда бірдеңе болса ата-анасына айтуға қорқып қалуы мүмкін. Балаңызбен неғұрлым тікелей әрі ашық диалог орнатсаңыз, бірдеңе дұрыс болмай қалса, сізден көмек сұрау соғұрлым оңай болады. Бала ата-анасынан басқа адамдармен араласуға дайын болған сәтте, оны жақындық шеңберлермен таныстыру маңызды. Онымен бірге сурет сала бастаңызда, шеңбердің нені білдіретінін түсіндіріп отырыңыз. Ең жақын адамда, туыста, доста, көршілер таңызда. Оларға кімге қаншалықты және не үшін сенуге болатынын, ал кімге сенуге болмайтынын түсіндіріңіз. Ересектер мен балалардың арасында ешқандай құпия болмауы керегенін міндетті түрде айтыңыз. Егер ересек адам сенен құпияны сақтауды сұраса, бұл туралы міндетті түрде анаңа не әкеңе айт.